Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін жасалуы өте оңай, әрі өте дәмді жұмсақ болып пісетін бауырсақ дайындайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын алдымен менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ал ендеше бастайық. Алдымен жылы су құямыз. Дәміне қарай тұз, қант және дрожь салып араластырамыз. 2 ас қасық толтырып майонез саламыз. Жақсылап араластырып алып, үстінен орташа кеседе сұйық май құямыз. Үстінен ұн салып қамыр илейміз. Қамыр жұмсақ болмау керек, қатты болмау керек. Егер жұмсақ болып кеткен жағдайда үстінен ұн қосып илей беріңіздер. Қамырды 2 сағатқа жылы жерге қойып ашытамыз. Міне қамырымыз ашыды. Енді бұны 2-ге бөліп, мен өзім бір бөлігін морозильникке салып қоямын, ал бір бөлігін қазір пісіретін боламын. Морозильникте тұрған қамырдан бауырсақ жасасаңыздар, бауырсақтарыңыз күшті көтеріліп, әдемі болады. Қамырымызға оливке масланы жағып, жаямыз оқтауменен. Кез келген өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша формасымен кесе бересіздер. Қамырдың бетін жауып қоямыз 15-20 минутқа. Осы аралықта пештеріңізді қыздырып қойыңыздар, майыңызды құйып. Міне көтеріліп шықты. Енді пісіретін боламыз. Бауырсақ ала болып қалмас үшін осылай бірден аударып отырып пісіреміз. Міне әдемі болып, бауырсақтарымыз дайын болды. Ешқандай да ала болған да жоқ. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Егер мен YouTube каналыма тіркелмесеңіз, тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.